құрметті ұстаздар мен оқушылар. Бүгінгі біздің менің отаным Қазақстан атты тәрбие сағатымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Тәрбие сағаттың мақсаты оқушылар өз отанын сүюге, қазақ екенін, Қазақстанда тұратынын мақтаныш етуге, туған халқының тілін, мәдениетін, салт-дәстүрін қастерлейтін саналы да парасатты азаматтар тәрбиелеу. Біздің дүниеде бір ғана отанымыз бар, ол тәуелсіз Қазақстан. 1990 жылы 25 қазанда Республикалық жоғарғы кеңесі еліміздің тәуелсіз мемлекет ретінде дамуының құқықтық негізін қалаған декларация қабылдады. Осы тарихи маңызда қадам арқылы Қазақстан дербестіктің, тәуелсіздіктің алғашқы баспалдағын басты. Сол уақыттан бері мемлекетіміз өтпелі кезеңнің қиыншылықтарына төтеп бере отырып, даму мен өркендеу жолында келеді. Отан, сен болмасаң нетері, мәңгілікке бағытсыз болып өтелер. Қазақстан Республикасына деген әрбір азаматтың мақтаныш сезімі мереке кезінде қалай болса да шалқитындай реті бар. Ата-бабаларымыздың ғасырлар бойы аңсап өткен тәуелсіздікке қол жеткізгелі бері еліміз талай асқарлы асуларды бағындырды. Өтпелі кезең ауыртпалықтарын бастан өткізіп, оңай тимеген экономикалық саяси реформалар жүзеге асырылды. Мұқағали Мақатаев, Қазақстан. Жақсы тандым демесең, сүйем десең, табынатын тәңірім ем десең, адам болып күн кешу қиын маған арқа тұтып өзіңе сүйенбесем, сен менің сүйегім мен қанымдасың, жанымдасың, ұятым арымдасың. Саған деген махаббат дамылдасын, тек сенің топырағыңды жабылғасын. Өзіңше түсін керек, сын керек, сырым көп, саған айтар үшін де көп. Қомағай көзімді бір тойдыра алмай, қорқамын дәл осының түсінбе деп. Қазақстан, пай ардағым-ай, сен менің шолпанымсың жанған одай. Өзіңде өмір сүру қандай бақыт, өшпейтін махаббатым, арманым-ай. Қазақстанды бүгінгі әлем жұртшылығы нарықтық, экономикалық, демократикалық ел ретінде таниды. Елімізде халықаралық достық жақсы сақталып келеді. Ол жетістіктерге сөз жоқ. Ел бірлігін сақтауда татулық үлкен байлық екендігін бүгінде Қазақстан халықтарының барлығы айқын сезінеді. Біз туған мемлекетіміздің тәуелсіз баянын етуге, қуаттың артуына, оның игілігіне, халықаралық қоғамдастықта абыройының өсуіне адал қызмет етуге парыздармыз. Қазіргі Қазақстан көп елдермен терезесі тең, елдік рәміздері анық, мәртебесі беделді мемлекет. Ассалаумағалейкум, халқым менің жайнаған жүрегімде жарқылым едің. Тірлігің өз халқыңа жаңа тиді, ендігі елдеріңде тартынбай елім. Қызыл бұлттай көрсең құрдың гүлдерін, көрсең ашық алатаудың күндерін, жүрегіңді гүл көгінде күн бір жүзген, ұлан байтақ республика бұл менің. Мұқағали Мақатаев тимей намысына, зәр сұңа, кісіге намысын қал. Ал судан аулақ күн таусудан, әй қазақтың баласы есіңге ұста, өлсем білім сірәңнің намысынан. Жақынынан, жаудан, жалдақтардан, ата-бабам намысын қорғап қалған, момын қазақ намысын жібермеген, жұмар шыңғыс, жүйітмен қалмақтарға, сол қазақтың менде бір жапырағы, асқары бар алматы алтырауы, ары намысын аяққа таптатпаймын, қашаннан да қазақтың топырағы. Әдеп дүмін, ұяңын неменемін, сыраға бал, сиыңа сый беремін. Аңқау қазақ екен деп ағайындар, намысыма алайда тимеймін. Туған жеріміздің тұғыры биік болсын. Қазақстан алтын көл, жанымызда жарқылдайтын жарқыл көл. Атаңның сен барлық әлем тілінде, атыменен қазақ деген халқыңның. Қазақстан ұланам, есіміңді естігенде қуанам. Қазақстан қиял жетпес, биіктау, Қазақстан жазғы күн алам. Ел жоқ білем аңсамаған теңдікті, еркін жүріп көксемеген кеңдікті. 31 жыл болды тәуелсіздік алдық біз, жалғастырып баба жолын елдікті. Шақырады елбасымыз бірлікке, еңбек еттеп күніңе көр тірлікте. Татулық бар еңбек өмір тілегі, неге қажет ауырықпа сөз дүрлікпе. Әнұран бар ұрпаққа өсет шашқандай, теңгеміз бар тайға таңба басқандай. Көк байрағын көкте биік желбіреп, бірлікке шақырып бізді жатқандай.
ән анасының орындауында. дамып жатыр, аты жөнін жерелеп танып жатыр. Халқының өзгерілеу қамын ойлап, елбасының шаттарапқа барып жатыр. Ата заңға басшылықты алып жатыр, орналасқан жер әлемде тыныш заман, өмір сүрсін теңдікте барлық адам. Су етіп өте шығар бұл жалғанды, аман жүрсін бар қауым таныс адам. Тыныштықта болса деймін жер бетінде, бейбітшілік азаттық ел еркінде. Желбіреп көк байрағын қазағымды биік болса
биік бола берсе екен деп көркемек. Мұқағали Мақатаев отан туралы. Мен оның күнін сүйем, түнін сүйем, ағын güzel асқақтау білін сүйем. Мен оның құдіретті үнін сүйем, мен оның қасиетті тілін сүйем. Мен оның бар жәндігін сүйемін қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемнен жарып шыққан, бұл оның бозторғай шырылдаған. Отан бәрінен биіккен. Мен отанды мәңгілік сүйіп өтем. Отанды сүйімде бір күйіккен. Отанды сүймеуімде бір күйіккен. Мен отанды мәңгілік сүйіп өтем. 1990 жылдың 25 қазанында Қазақстан мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданды. Декларация Қазақстанда тұратын халықтарды топтастыру мен олардың достастығын нығайту бірінші дәрежелі міндет деп белгіледі. Бұл күн ұлттық мереке, республика күні. Ән, Айзере. Жаса Қазақстан. Тәуелсіз елдің рәміздері мемлекеттік жалау, елтаңба, әнұран бекітілді. Қазақстан Республикасының ұлттық ақшасы теңге айналымына келіп түсті. Елтаңба, алтын қанат көмкерген, шаңырақ бар, уық бар, әсем бейне сен қыран, жай бейнемес ұғып ал. Теңге, шыныменен Алла рахым берді ме? Қазағымның жылағанын ол көрді ме? Мәңгілікке жасай берсін теңгеміз, қолды жаймау кездесуге келді ме? Мұқағали Мақатаев, отан, сен болмасаң нетерем, мәңгілікке бақытсыз болып өтерем. Өмірден бұл өксуменен кетерем, қос ұясыз жұртқышы үнсіз болмайды. Отансыз жан өмірінде оңбайды. Өзін өзі қорлайды да зорлайды, тірі адамға солғайды. Күн көреді, әкесіз де анасыз, өмір сүрер, әйелсіз де баласыз, ал отансыз, нағыз сорлы қанасыз. Білесің бе, отанның сен не екенін? Екі өмір жоқ, әрине жоқ екі өлім. Екі отан жоқ, жалғыз отан екенін. Тәуелсіз елдің өз парламенті мемлекетіміздің айшықты белгісіндей ата заңымызды қабылдап, қазақ тілі мемлекеттік тіл дәрежесін алды. Біз Қазақстан халқы қазақ жерінде мемлекет құра отырып, өзімізді еркіндік, теңдік, татулық, бейбітшілік, азаматтық қоғам деп, қазіргі болашақ ұрпаққа алдындағы жоғарғы жауапкершіліктің негізіне алып, атаның конституциясын қабылдады. Көріңіз. Саяқ жүрсең, таяқ жейсің демекші, бірлігі жоқ, және ынтымағы жоқ елді жауда, дауда, оп-оңай алады. Бірлігі мен ынтымағы бар ел ұзақ мәңгілік болады. Бақ, қайда барасың, ынтымаққа барам деген. Адал болса досың жақын, еркелейтін немерең жақын, өз ұрпағың шөберең жақын, туып өскен елің жақын демекші, бәріміз бір қазақтай, бір жұдырықтай бірге болайық. Алтын ұя отан қымбат, құт береке атан қымбат. Асқақтау әкең қымбат, айы мейірімді анам қымбат. Туып өскен елің қымбат демекші, қазақ елі әрқашанда бірігіп жүрейік. Бөлін бата беріңіз. Сұрасаң бата берейін, үстем болсын мерейін, ықыласпен қол жайсаң ақ батаны төгейін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман есен болсын. Астана қаласы 1997 жылы желтоқсанның 10-нан бастап Қазақстан мемлекетінің елордасы атанды.
Бірлік, татулық, ынтымақ. Халық осы үш ұғымның қадірін жақсы біледі. Қазақстан Республикасы жүздеген ұлт пен ұлыстың басын біріктіріп, ынтымағын жалғастырып отырған ұлы мемлекет. Қазақстан өз президентін ұлы тұлға деп мақтана алады. Елім менің. Қазақстан менің туған анамсың, өзгеде жоқ, өзімізде бар анамсың. Кеңдігіңмен, молдығыңмен момақан, ақыл сабыр үлестірген данамсың. Елім менің, атаңды ата бер жеттім, ақ сүт беріп әлдиледің тербеттің. Тербеттің де құдіретті сөз бердің, тек өзіңе тек итпен сөйлеттің. Соныменен бәрін көрсеткенде өзіңсің. Ғажаптармен жол шектірген өзіңсің. Қазақстан, менің Қазақстаным, сезімсің де жұртқа қарар көзімсің. Туған жер ата қоныс ата мекен, бауыры талай жанға болған мекен. Әр ұлттың басын қосқан бір арнаға, қазақ елі ұлы ел менің өлкем. Жері кең, Сахарадай неткен көркем, әлемде 9 санын тұрақ еткен. Мұнайлы алтын күміс жер қойнауы, мен осы өз елімді мақтан етем. Президент шықты тара бойданадан, бері қарады жұлдыз беті. Өзі қалап сайлап алған елімнің бар президенті. Аман бол алтын жүрек даналасың, ел үшін өлімге де бараласың. Буынның бүгілмесін ел алдың да, ертеңде еңбегіңді бағалайсың. Қазақстан туған отан алтын бақ, Қазақстан мейірлана дос қымбат. Қазақстан бізді туған ұлы отан, ұлы жолға түсті келіп жарқылдап. Қазақстан көпті көрген қария, жайнай берсін, мәңгілік хор көк туды.
Бүгінгі біздің 25 қазан Республика күніне орай Менің отаным Қазақстан атты тәрбие сағатымыз өз мәресіне жетті. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сөз кезеген тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Тоғжанова Айгүл апайға берсек.